Қайырлы күн, қадірлі телекөрермендер, эфирде Сырласайық бағдарламасы, оның бүгінгі санының жүргізушісі мен Күнсұлу Тұрғынбек қызы. Бүгін күн бейсенбі, барша мұсылман баласының ерекше бір қуанышпен, кеудені шаттық кернеп қарсы алатын күндерінің бірі. Ендеше осы өзінің атына сәйкес ол күнімізді қадірлі қасиетті қылу өзіміздің қолымызда екен. Сонымен бүгінгі біздің Сырласайық бағдарламасында талқыланатын тақырып өзіміздің кәдімгі баланың тәрбиесі хақында. Әрине, баланың тәрбиесі хақында айтылмаған әңгіме аз шығар десек те көпті кетпейді. Бүгін тағы да баласы тіл алмайтын ата-аналарға біраз ақпарат бере кетуді жөн көрдік. Сонымен біздің бүгінгі тақырыбымызға келіп отырған меймандарымызбен таныстырып өтейік. Өздеріңіздің сүйікті әнші қыздарыңыз Тахмина Әшімбекова. Өте қуаныштымын Тахмина, уақыт тауып келіп отырғаныңызға. Көп рахмет. Және де Ақгүл Амантайқызы, психолог. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді бала тәрбиесі жөнінде айту көпті кетпейді, е? Бірінші сұрағым былай болсыншы, балаларыңыз сіздерді жақсы тыңдайды ма? Тыңдайды. Тыңдаймын. Баланы тыңдату үшін жалпы қазіргі уақытта, қазір қоғамда бізде үлкен проблема десем де болады. Себебі енді оны айтып мез болып кеттік қой, мына сотка дейміз, планшет дейміз. Дегенмен заманның несіне қарай енді баланы соған арқына қарай енді тәрбиелеуге тура келеді. Кейбір ата-аналар мысалы кітап оқыту үшін, өзімде сондаймын, кітап бір мысалы жақсы бір мағыналы Абай атамыздың жырларды жаттатқызу үшін, қазір мен саған мына планшетті қолыңа берем, бірақ сен мынаны жаттайсың. Осындай келісім болатын болды. Немесе ақша беруге тура келеді. Мысалы, қазір 200 теңге берем. Бірақ мен көбінесе оны көп қолданбаймын. Арасында енді қатты тіптен тыңдамай бара жатқанда, енді оны шапалақтай алмайсың. Ұра алмайсың, сондықтан соған тіреледі. Сондықтан енді баланы кішкентайынан тыңдау үшін үлкен қазір мысалы отбасы хрестоматиясының кітабы, Санжар ағаларымыз көп бала тәрбиесіне деген, балалықтан даналыққа деген кітаптары шығып жатыр. Көп қиссаларды тыңдап, қисса аңыздарды айтып отырса, бала соған қарай өзінің бойын түзейді. Жақсы, негізінде баланың тыңдамауы заңдылық па? Неліктен бала тыңдамайды? Психолог маман ретінде өзіңізге келіп жататын енді ата-аналар болады ғой. Баласына қандай шағым айтып келетін ата-аналар болады? Негізі бала тыңдамауы бұл қалыпты жағдай. Мектеп жасына дейінгі балаларда 3 жасқа дейін 3 кризистік кезеңді басынан өткереді. Баланың психологиясына тоқталсақ, бала туылған сәттен бастап 1,5-2 жасқа дейін ол ата-анасына ыңғайлы бала болады. Яғни өз ойын айта алмайды, оған қарсы келе алмайды. Не берсең соны жейді. Соны жейді, соны киеді. Ойыншығын беріп қойсаң болды, отыра беретін ең ыңғайлы жас болады. 2 жаста баланың өзі анасынан ажырай бастайды, яғни жеке тұлға ретінде қалыптаса бастайды. 2 жастан бастап, 2 жастан бастап жеке тұлға ретінде өзін қалыптастыра бастайды. 2 жастан бастап жеке тұлға ретінде қалыптаса бастағанның алғашқы белгілері және ата-ана оған қалай қарау керек? Иә. Бұның алғашқы белгісі, маған бұл үйде неге тыйым салынған, неге рұқсат етілген. Ата-анасын осын тексеріп көреді, ата-анасын сабырлығын тексеріп көруден басталады. Мен нені жасай алады екем, не менің қолымнан келеді, не келмейді деген сияқты өзін өз сынап көреді, ата-анасын тексеріп көреді, үйінің ішін, әлемді тани бастайды. Ал 3 жасқа келген кезде балада өзіндік мені пайда бола бастайды. Мен өзім кием, мен өзім жасайым, мен өзім бұны кимеймін немесе мен мынаны жасағым келіп тұр деп ата-анасына қарсылық таныта бастайды. Осы кезең ата-ана үшін өте маңызды кезең. Өйткені бұл сәтте баланың өзіндік бір мінезі пайда бола бастайды. Табандылығы, мақсатқа жету мінезі осы 3 жасқа дейінгі аралықта пайда бола бастайды екен. Осы кезде ата-ананың қателеспеуі өте маңызды. Баланың ең мықты мінезді азамат болып өсіп келе жатқан кезде көп ата-аналар не істейді? Баланың кризистік жаста екенін түсінбейді. Оның өзіндік мені пайда болып келе жатқанын түсінбейді де, оған
керісінше балам менің басыма шығып кетпесін деп байбалам салып немесе қатты ұстап, ұрсып, зекіп. бұл бұлай болмайды, арасында ұрып алу керек, басымызға шығып кетеді деген сияқты тыйымдармен баланы сындырып алып жатады көп ата-аналар. Осы сәтте балаға керісінше ата-анасы тарапынан қолдау өте маңызды. Себебі бұл кризистік, яғни ата-анасының ажырау процесі болып жатыр ғой. Өзін жеке тұлға ретінде қалыптастырып жатқандықтан, бұл да балада бұл керісінше ол қиын психологиясына кішкене бір стресстік жағдайда болып жатыр. Осы кезде ата-ана өзінің сауаттылығымен, білімділігімен балаға көмектесу арқылы осы кризистік кезеңді ең аз дегенде 3-4 айдың ішінде оңай жеңіп шығуына көмектеседі. Осы кезде балаларда бір қырсықтық мінез пайда болады, жаңа мен жасамайым, бармайым, әсіресе 3 жасар балаларда жоқ дегенді айтады. Жоқ бармайым, жоқ шықпайым, жоқ деген негативизм деп айтады. Осы 3 жаста қалыптасады екен. Сіздер білесіздер ме, осы ең мықты бизнесмендер, табысты адамдар, өз ісінің мамандары, нағыз лидерлер осы қырсық адамдардан шығады екен. Қырсық, байқасаңыздар солай ғой, бір табанды болу керек адам бір мақсатқа жету үшін. Ал осы сәтте ата-анасы ол мінезін қолдамаса, бала керісінше өзінің ойын айта алмайтын, өзінің ойы жоқ, өз бетіне шешім қабылдай алмайтын. Жақсы, біз онда былай деп айтайықшы, ал жақсы делік, қырсықты мен жасамайым деді бала, иә? Сонда ата-ана не сөз айту керек? Бұл кезде сен жасамай-ақ қой деу керек па сонда? Жоқ, олай жасауға болмайды. Өйткені бала сені басқаруға ұмтылып тұр да, ол ата-анасы ол бүкіл әлем болып есептеледі бала үшін. Мен осы әлемге әсер ете аламын ба? Менің қандай да бір орным бар ма деп тексере бастайды осы сәтте. Ата-анасы оның мүлдем жоқ деп айтып тастаса, ол кезде бала көңіліне алып қалады, немесе жаңағы табандылығынан кері кете бастайды да, жаңа мен жұмсақ бала болады, удобный бала бола бастайды. Сіз ата-анасыз өзіңіз, сіздің балаңыз, мен сіздің балаңыз мысалы. Анашым мен жасамайым деді. Сіз маған мысалы қандай сөзбен айтасыз? Өйткені оны бар ғой, қолдауды әркім әрқалай түсінеді. Сосын шорт кесуді және тағы да әрқалай түсінеді. Баланың айтқанын істей берсең, ол керісінше ол ата-анасын манипулировать етіп алуы мүмкін. Сіз маған не айтасыз? Сіз отырсыз, телевизордың дауысын қатты қойдыңыз. Балам жай қой дейді, қоймайды. Жай қой дейді, қоймайды. Жоқ деп отыра беру мүмкін. Осы сәтте айтасыз, қазір жай қой, немесе мен телевизорды өшіріп тастайын. Ешқандай күш көрсету, айқайлау, ұрсу, бопсалау мүлдем болмайды. Тек қана қатқыл дауыспен бір рет қана айтасыз. Бала істемеді ма, барыста өшіріп тастайсыз. Бұл кезде сіз егер ұрсып, баламен үлкен адамдарша омен спорға түсіп, немесе жаңа бопсалап, мен сені әйтпесем ұрам деп қорқыту арқылы айтқан істететін болсаңыз, баланың алдында өзіңіздің авторитетіңіз жоғалта бастайсыз, былай айтқанда. Қатқыл дауысыңызбен бір рет айтасыз, болды ма, бала жасамады ма, өшіріп тастайсыз, болды. Келесі жолы сіздің бір дауысыңыздан бала түсінетін болады. Және бала айтқан кезде, қазір телевизор көрем деп жатып алуы мүмкін де бала. Түнде мен жоқ, телевизор көрем деп. Жарайды, мен саған 5 минут берем деп айтасың. Сразу өшіріп тастасаң, уже баланың ана мінезіне қалыптасуына кедергі келтіруі мүмкін де. Жарайды, мен саған 5 минут берем, көресің, өшіресің деп айтасың. Сол кезде ата-ана да риза, бала да риза. Бірақ ешқандай бопсалау, күш көрсету ол мүлдем болмайды. Өзіміз күш көріп өстік қой оны. Қазақша өзіміз болмайды деді, бол жаман болады, оба болады, ят болады, сауап болады дегенді. Сөздер ғой, сөз. Өстік қой ол үшін. Негізі енді қазір соны мынандай негізі біздің қазақта ата бабаларымыз осы қазір айтып жүрген психологтардың әңгімесін бәрін баяғыда айтып кеткен ғой. Мысалы жаңағы 7 жас бұрын ата бабамыз айтып кеткен. 7 жасқа дейін патшаңдай деп, патшаңдай көр. 7 жастан 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса. 15-тен жоғары қарай досыңдай. Болды ғой, осы сөздің ішінде бәрі жатыр. Бекер айтпаған ғой, астарында соншалық Тахмина ханым, жалпы баланың әкесін не анасын тыңдамауының негізгі себебі не деп ойлайсыз жалпы? Неліктен тыңдамайды? Тәрбиеден ата-анасын, ең бірінші. Ата-анасының балаға деген жаңағы көңіл аудару керек. Қазіргі бізде мысалы көбінесе үйде отырып қалдым дейтін қыздар көп қой. Баламен отырып қалдым. Осы сөзді естісем бір не қылады, баламен отырып қалдым дегендер. Ол қыз үлкен жұмыс атқарып отыр ғой, былай қарасаңыз. Капитал ғой, капитал десе де болады. Мысалы, тәрбие беріп отыр.
Ал жоқ, бізде қазір жоқ, бір жасқа толды ма, толмады ма, жұмысқа асығамыз, жүгіреміз, жанталас. Өзінің бір қоғамға қажет екенін сезіну жолында баласының құрбанын етіп жібереді, иә, тәрбиесін. Сөйтеді, кейін балам тыңдамады, баланы ең алғашқы ұстазы әке шешесі, ата-анасы. Дұрыс айтасыз. Сондықтан мен ол жұмысқа асықпау керек, жастар. Жұмыс ол баланың әр несібесі, берекесі несібесімен келеді. Алла тағалам өз несібесімен әрқайсысына жазып қойған. Ол сен қуған жетпейді, бұйырған кетпейді деген бар ғой. Баланың тәрбиесімен отыру керек қазір жастарымыз. Осы мектеп неге ілінгенше, бар үлкен жұмыс сол. Сіз өзіңіз ең көп отырған кенжекейіңізге ма, қанша уақытыңызды өнерге егеш алаңдамай? Әлі отырмын. Біздікі енді таңертең 8-ден кетіп, кешкі 9-да келетін жұмыс емес қой. Біз арасында мінеке өздеріңіз шақырдыңыздар, бір сағат уақытымыз кетті, келеміз. Болмаса тойымызға барамыз, бір сағатта кетпейді, жарты сағат, концертіміз бір-ақ сағат. Солай барып кеп, сол біздің жұмысымыз сол. Бірақ бұрынғыдай айлап кетпейміз. Ал енді жаңағы таңертең 8-ден кетіп, кешкі 9-ға кейін. Ал арасында бір қолымыз босамай, бір қатты бір сондай кездер болады. Сол кезде бір өзім іштей сезем, қол үзіп қалам. Баламның жаңа тәрбиесінен, сабағы, несі бәрі салғырт болып байқаймын да. Сонда ойлаймын, қалай ата-аналар мынау таң 8-де кетіп, кешкі 9-да келеді? Мысалы, сонда баланың тәрбиесі беріп қояды қосымшаға, неге жарайды. Бірақ бәрібір ата-ананың жаңағы берген тәрбиесінен артық болмайды. Білімі, қадағалау, сол кезде бір ішіне, сол кезде білем мен. Негізі балалардың қазіргі енді тыңдамайды, өз дегенін жасайды дегені осыдан екен ғой деймін. Не бір байқуатты отбасылар мысалы қол тимейді ғой, осы жұмыстан бизнес дейді, басқа дейді, балаларын әйтеуір оқытып жатырмын, шетел бірдеңе дейді, бірақ өздері қартайғанда өздері қараусыз қалып жататын жағдайлары осыдан дейсіз ғой, иә? Негізі бала тәрбиесі жөнінде көп нәрсе айтуға болады қазіргі таңда. Шын айтқан кезде біздің аналарымыз, әжелеріміз кәдімгі дәретсіз бала емізбеу деген сияқты, өтірік айтпау деген сияқты, балаңнан құрмет көрсеткің келсе, отағасыңа құрмет көрсет деген сияқты. Осы қағидаттарды көптеген біздің қыз-келіншектеріміз ұмытып жатқан сияқты. Сосын бір тағы да дүние, жақсы психолог маман деген жақсы, сіздерді құрметтейміз, иә. Бірақ өзінің баласының дұрыс тәрбиелену жолында әрбір сөзін үтір нүктесіне дейін тек қана психологтан анықтама алып, ақыл кеңес алып қана тәрбиелейтін ата-аналарға не дейсіздер? Ондай ата-аналар әрине жақсы ғой, өздерін білмегенін сұраған, басқалармен тәжірибе алмасқан жақсы. Бірақ сонда екі сөзінің бірі, отбасында не болып жатыр? Қазір әлгі ұяңда не болса, сол қандай да бір енді кішкентай кикілжің басқа дейді, оның бәрін ашып шашылып, психолог маманға айта беру қаншалықты дұрыс? Қазіргі таңда рухани дағдарысқа ұшырадым деп анау отырады сызылып, рухани дағдарысқа ұшырадым деп мынау отырады сызылады. Ол қаражатынан бір бөлек, оның психологиясы түбегейлі өзгеріп шығып жатқан қаншама қыз-келіншектер бар. Қаншама психолог мамандар отырып алады, онлайн үйтпеңдер, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер. Иә? Біріншіден. Екіншіден, бірінші орынға өзіңді қой дейтін психологтар шықты. Ешқашан қазақ елі бірінші орынға өзін қоймаған. Ол ең бірінші өзінің отағасын, ерінің разылығын, әулетіне қызмет етіп барғаннан кейін ғана осылай өскен, осылай тәлім-тәрбие берген қазақ елі ешқашан бақытынан ұтылмаған. Кәсіби психологсыздар ғой, сіздерге ешқандай неміз жоқ, сіздер кәсіби. Ал енді жасанды диплом, сертификат алған бір психологтар қазір жүр ғой, мен деген халықтың алдында жүргендер. Өзіңді сыйла, өзіңді құрметті, бірінші өзіңе қара, өзіңді жаса. Ұйықтағың келе ма? Ұйықта. Шық, бір көңіліңді көтер, шық, қыздарыңмен кездес. Міне сол психологтар құртып жатыр. Психологтардың кесірінен кешіріңіздер, енді осыған тоқтау айтпасақ, тоқтау қылмайтын болсақ, мынау біз сырласайық бағдарламасы өзіміздің қазақтың қыз-келіншектеріне арналған. Қадірлі қыз-келіншектер, көрермендеріміз, көздеріңізді ашыңыздар, көкірек көздеріңізді оятыңыздар. Әжелеріміз, аналарымыз психологсыз бақыттың бесігін тербеткен сіздің де қолыңыздан келеді. Бізде телефон қоңырауы бар екен, қабылдап үлгерейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Мен сұрақ қояйын дегенім ғой, мынау сұрағым қыз балаға қандай тәрбие, ұл балаға қандай тәрбие
тәрбиелеуіміз керек. Ол балаға әкенің тәрбиесі көп керек шығар деп ойлаймын да, қыз балаға енді қандай тәрбие? Қазір 13-14 жастағы қыздарымыз туып жатыр, мектептегі оқушылар қыздарымыз. Мынау ол балаға мысалы әкесі ол жерде істейтін ол балдарға шешесінің шамалары келмей қалады. Сонда ол балдарға қалай тәрбие беру керек? Соны сұрайын дегенім ғой. Рахмет сізге. Әкелерінде баяғы союз кездегі мынау ол бала қыз балдарымыз келді, қанша неғымен тәртіпті болып өскен ғой. Қазіргілер қазір тыңдамайды көбінесе. Сол қыз бала менен ол баланың тәрбиесі қалай болу керек? Соны сұрайын дегенім ғой. Бәрекелді, рахмет сізге, құрметтім. Алла разы болсын. Кері байланысыңыз үшін экран алдынан алыстамаңыз, әлі талай жақсы өте маңызды ақпараттарды беретін боламыз. Ал енді екеулеп отырып, үлкен кісінің несіне сұрауына жауап беріп көрейік. Ол бала мен қыз баланың тәрбиесінің әрине айырмашылығы өте көп. Ол бала енді ол балаға әке келеді. Қазір әкең келсе деп бәріміз солай өсірді. Соны мен де қайталаймын балаларыма. Қазір папаң келеді, қазір әкең келеді. Екеуі қимылдайды сол кезде. Үлкені қаншада, кішісі қаншада? 12-де, үлкенім 12-де, кішім 9 жаста. Одан кейін қызым 5 жаста. Енді әкесі ұл баласына қалай, қыз баласына қалай? Жалпы өнер адамдарының бала тәрбиесінде қандай, үйінде қандай деген сияқты сауалдарды көп қояды. Өнер адамдары кәдімгі өзіміз сияқты қарапайым адамдар. Сондықтан өзіңізден қатты асыра бағаламаңыздар. Тура сіз нені ішіп жесеңіз, тура соны ішіп жейді. Соны айтып кетсеңіз енді жаңағы ойы басқасы кейде бір пенделік шығар, тым қатты бағалап өсіріп жібереді, содан кейін соған талпынып жүретін кейде біздің бір нелеріміз болып жатады. Сізде отағасы ұлына және қызына тәрбиесінде қандай айырмашылықтар жасап жатады? Ұлға енді қаттырақ. Қызды енді ешқашан қызынан бір қатты сөйлеген емес, сөйлемейді. Енді кішкентай ғой, 5 жаста әлі. Онсыз енді 5 жас әгаз қылығы шығып жатыр. Шыққан тәтті кезі. Тәтті кезі соны. Әкетай деген кезде қалып қалатын болар бақыттан. Жақсы, қазір тағы бір телефон қоңырау келіп тұр екен, сосын жауап береміз міндетті түрде. Жаңағы сұрағымызды да есімізде қалдырайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз ба? Амансыз ба, апа? Амансыз ба? Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз, айта қойыңыз. Менің айтайын дегенім, көрермендеріме мына келіп отқан қонақтарға айтайын дегенім, келін менен ене тату болу керек. Әрине. Және апа? Тату болу керек. Келінді тек келген бойда шығарып салмау керек. Үйіңде өзіңнің тәрбиеңді үйретіп, бәрін көрсету керек. Кемінде 5 жыл, 3 жыл қолыңда ұстау керек. Немерелерін бағысу керек балдарын. Қарасу керек. Келіндер де шалқайып келмеу керек. Онда анадан туылған. Онда қарап жан жағына, ол ене қандай адаммен қатысып отыр, қатынасып отыр, қандай адамдарға барып жатыр, қандай адамдарға келіп жатыр, соның бәрін біліп тұру керек. Елінде олда, оның да елі бар, оның да елін сыйлау керек. Барына айтқаныңда да келіндерді тәрбиелеу керек. Қызың да болса, келінің де болса тәрбиелеу керек адам деген. Жақсы, апа. Не болу керек? Жақсы, апатай, біз сізді естідік, жүрегіңіздегі, айтқыңыз келген көңіліңіздегі көркем ойыңызды естідік. Себебі біздің тақырыптан арасы алыс деп айтпай-ақ қойын. Себебі келін деген сол үйдің немересінің, осы кісінің анасы. Енесіне, екінші анасына қандай сый құрмет қылатын болса, ол бала да сондай сый құрметті естіп өсетін болады және өміріне қолданатын болады. Жақсы, рахмет, апа. Бұл тақырыпты әлде біз қозғайтын боламыз. Сіздің айтқан ойыңызды қазір көгілдір экран алдында отырған қыз келіншектер, болашақ келіндер жаңағы құйып алды ғой деп ойлаймыз көкірек көзіне. Енді жаңағы бірінші сұраққа жауап беріп кетсек, психолог маман ретінде Ол бала мен қыз баланың тәрбиесінде әрине айтарлықтай айырмашылық бар. Қыз бала қанша тәрбиелесең де бәрі анасының
сөзін, қимылын, мимикасына дейін барлығын бойына сіңіреді. Сол үшін бірінші ретте анасы әрине өзін тәрбиелеу керек, әкесі өзін тәрбиелеу керек. Қанша тәрбиелесең де, сен өзің таңертеңнен кешке дейін телефон қарап отырасың, кітап оқы десең, ол істемейді мысалға. Сол үшін тәрбие алдымен өзінен басталады. Сонымен қатар тәрбиеде қыздың тәрбиесінде әкенің рөлі ерекше, ұлдың тәрбиесінде ананың рөлі ерекше. Себебі кішкентай қыз енді кішкентай қыз ер адам деген образды әкесінен көреді ең алғаш. Ол қандай адам, оның қылығы қандай, оның сөзі қандай, оның мінезі қандай. Ең идеал ер адам ол әкесі қыз үшін. Сол үшін ол әкесіне қарап таңдайды. Әкесіне қарап таңдайды, ол рас. Ұқсайтын жерлерін іздеп отырасың. Ол әкесіне ұқсайтын адам нағыз ер адам ол үшін. ол қаншалықты бір грубый адамдар болады ғой, тіпті сол қылығына дейін әкесінің көшіреді екен. Сол үшін әке қандай қызын қандай жігітке тұрмысқа бергісі келеді, өз бойынан сол қасиеттерді қызға көрсете білу керек. Ал анасы қандай келін алғысы келеді, баласын қандай жар, келіндеріне қандай ана алғанын қалайды ұлы. Дәл сондай қасиеттер анасының бойынан табылу керек. Баласына дәл сондай сый құрмет көрсету керек ұл баласына. Ер адамды сыйлау керек, анасы қалай әкесін сыйлайды. Ол да ертең дәл сондай өзін сыйлайтын жар іздеуге ұмтылады. Енді әке, бала, ата, ана, ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым-қатынаста баланың көңілі тоқ болып өсуіне де, бақытты балалық шақтың болуына да ерлі-зайыптың арасындағы жаңағы ынтымақ, жаңағы бақыт, жаңағы қаймағы бұзылмаған үлкен сый құрмет, мысалға ше, осының бәрі баланың тәрбиесіне, оның тіл алғыш, тіл алмай өсетіндігіне тікелей қатысты. Бірақ мына соңғы заманда, соңғы деген кезде соның біздер ішінде отырған адамдармыз. Бірақ біз неліктен, мысалы Тахмина ханым, біздер бір замандастармыз, біздің кезімізде деген әңгімені көп айтамыз. Өйткені біздің кезімізде расында бала адал көңіл еді, көп нәрсеге сенетін еді. Мынау қазіргі құбыжық мультфильмдер жоқ еді, қазіргі әлеуметтік желілер жоқ еді. Қазіргі кезде балалар туа салысыменен телефонмен туатын сияқты. Ана, мысалы, өзіміз әлі білмейтін бір функциялар болады ғой. Соның бәрін шағып тастаған кезде таңғаласың, бұл қайдан үйреніп туды деп. Осыған сіз осы сауалға іздеп көрдіңіз бе сұрақты? Неліктен бала, мысалы, мына жерде және де мынандай сұрақтар келген екен WhatsApp желісінде. Мен Шымкенттенмін дейді. Менің 6 жасар қызым, 5 жасар ұлым мүлдем тыңдамайды. Айтқанын жасатады, болмаса жылайды. Кейде ұрып қоям. Қандай кеңес берер едіңіз? Ақгүл ханым деп өзінің несін жолдаған екен, өтінішін жолдаған екен, Енді бәлки болса, біз өзімізде қазір екінің бірінде сол заманның перзенті болсақ та телефон қолыңыздан түспейді, телефонмен дос болдық. Мүмкін аяғың ауыр кезде мүлдем телефонын ұстамау керек шығар. Сол кезде бәлкім құрсағыңдағы бала телефоннан оның не екенін танымай туатын шығар. Баяғыда қазір бала ішіндегі энергиясын шығару үшін ол ойнау керек, жүгіру керек, секіру керек. Балада үлкен адамдарға, ересек адамдарға қарағанда энергиясы көптеу болады. Ол стрессте бала, үлкен адамдар сияқты, ол да стрессті басынан өткереді. Садикке баруы, баланың кішкентай бауырының дүниеге келуі, басқа үйден басқа үйге көшу, немесе ата-анасының қарым-қатынасы, анасының оған деген көзқарасының барлығын өзгеру бала үшін стресс. Ал стрессті бала қалай шығарады? Ол ойнайды, секіреді, жүгіреді, айқайлайды. Солай бала ішіндегі энергиясын шығарады. Ал қазір ондайға балаларда көп кездестіре бермейміз, Бала сәл жыласа телефон беріп қояды. Сәл еркелігін көрсетсе телефон беріп қояды. Бала ешқандай эмоциясын шығаруға, ата-анасы оған көмектесуге, оны түсінуге тырыспайды. Керісінше, құлағым тыныш болса екен дейді. Ол іште жиналған әбден эмоциялар, ол истерика ретінде, немесе ата-анасын тыңдамау ретінде. Ең жаманы ол адамда агрессия тудыруы мүмкін. Бұл осылай баланың мінез құлқындағы өзгерістер ата-анасын тыңдамауына да алып келеді. Сонымен бірге ата-анасын тыңдамаудың тағы бір себебі бұл ата-ананың балаға әсер ете алмауы, яғни арада көпірдің болмауы да. Сенім көпірі орнау керек. Сен балаңмен, ана мен баланың арасында бір көрінбейтін бір байланыс болады да. Сол байланысты орната білу керек. Ол үшін сенімді қарым-қатынас керек. Дауыс шығарып, дауыс көтеріп сөйлеу, балаға қол жұмсау, бұның барлығы арадағы сенімді жоғалтады.
ата-ананың екі типі болады. Біреу авторитет ата-ана және авторитарный ата-ана деген болады. Авторитет ата-ана ешқандай ұрыс керіссіз, ақылмен, өзінің сабырлығымен баласын өзіне айтқан істете алады. Ол кезде бала ата-анасын сыйлағандықтан істейді айтқан. Ал авторитарный типтегі ата-аналар болады, олар бопсалайды, ұрып соғады, ұрсады, солай өзің айтқан істейді. Бұндай балалар ата-анасын сыйлағандықтан емес, одан қорыққандықтан айтқан істеуі мүмкін де. Сол себепті бұндай балалар көбіне өз бетін шешім қабылдай алмайды, немесе дөрекілік, немесе тым тұйық балалар осындай ата-аналардан шығады. Және тағы бір айта кетерлік жай осы жерде, бұндай типтегі ата-аналарда авторитеттер болмайды, яғни өзінің күші арқылы ғана балаға көмектесе алады. Балада кішкене ғана бір сондай мінез байқадық па, сіздің айтқаныңызды істемей қойды ма, бұл кезде бір ауруды бір антибиотикпен емдеген сияқты деп есептейікші. Балаңыз сәл ауырып қалды да, сіз оны басында парацетамолмен емдеп жүрдіңіз, бала тез жазылып кетті. Келесі жолы сіз оған слабый антибиотик бердіңіз. Уже келесі жолы ауырғанда ол әсер етпейді, оған күштірегін беру керек. Сол үшін де балада бір истерика жасады ма, сіз күш көрсетсеңіз, келесі жолы тағы да күш көрсетуге тура келеді. Тағы да күш көрсетуге тура келеді. Солай уже бала қаттырақ истерика көрсете береді. Бұл мәселені шешу емес, одан сайын ушықтырады. Оның нәтижесінде баланың психикасы, оның мінез құлқындағы әртүрлі өзгерістерге алып келіп жатыр. Ал сіз маман ретінде мысалы ата-анасы келді, баласын ертіп алдыңызға. Мына баламыз тыңдамайды деді. Арасында көпір болып, баласына өзінің ата-анасының авторитеті бар ата-ана ретінде көмек көрсеткен кезіңіз болды ма? Мен туған туыстарым, таныстарымның арасында баласын тыңдатпай, баласы көп тыңдамайтын, немесе қатты айқайлайтын таныстарым бар. Енді ондай екінің бір сондай ғой қазір. Олар өйткені адамдар сабырсыз, шыдамсыз. Ол бір айтқаннан ол авторитеті күшті ата-ана болып кетпейді. Оған өте көп уақыт керек. Сабыр керек, уақыт керек, ата-анасының даналығы керек, кішкене білімі керек, сауаты керек. Солай арқылы авторитет жинайды. Ол бір сәтте келе салатын бірден мықты болып кету деген ол мүмкін емес. Сол себепті бала тәрбие деген сол өте нәзік әрі өте ұзақ процесс. Бірақ соған тұрарлықтай да нәтижесі. Жақсы, және де бізге WhatsApp желісіне келіп жатқан сұрақтар бар. Сәлеметсіз бе, қызым 8 жаста, өте баяу жүрісі, әрекеті, ешқашан асықпайды дейді. Бақыламасаң сабағына кешігіп барады. Асықтыра беруге, қайта-қайта ескерте беруге қорқам. Бұл менің тәрбиемдегі бір кемшілік пе деп қорқам. Қалай пысықтасам болады? Қандай керемет сұрақ. Баласының тіпті баяулығының өзінен құрметпен қарап, оған ескертпе жасауға қорқып отырған ата-ана жалпы дұрыс ата-ана деп есептеймін. Осы сұраққа қалай жауап береміз? Тахмина, сен қалай ойлайсың? Мен ойлаймын, қалай болмысы қандай, солай қабылдау керек деп ойлаймын. Оны енді өзінің табиғи мінезі ғой. Я, енді мен мына хаттың астарынан оқып отырған, ертең бір жерге барған кезде, осы жаңа елдің келіндері ұқсап пысықтық танытпай жататын болса, баяу жүретін болса деген сияқты нәрсе ғой енді. Кез келген ана соны уайымдайды ғой. Өмір үйретеді. Өмір үйрете ме? Я, өте дұрыс. Сіз не дейсіз? Бұл баланың баяулығы, Тахмина ханым айтқандай, оның табиғаты болуы мүмкін. Бала сондай кішкентай кезінен сондай туылғаннан сондай болса, оған бір табиғатына қарсы келу, ол дұрыс емес нәрсе. Ал егер ол осы уақытқа дейін жылдам шапшаң болып, бір мезетте сондай өзгеріс болса, уже ол кезде алаңдауға болады. Психологтың көмегіне жүгініп, немесе тіпті дәрігер, невропатологқа дейін көрсетуге болады. Сол себепте мен толық картинаны көріп тұрмағандықтан ол туралы ештеңе айта алмаймын. Бірақ өзінің табиғаты болса, ескертіп айту арқылы, сабаққа кешігіп барса, будильникті ерте қойып деген сияқты қарапайым қағидалар ұстанған жөн, қадағалаған жөн. Және бір көрерменіміз мұнда сұрақ қойған екен, баламды бірдеңеге жұмсасам бірден жыланады дейді. Ашу шақырсам ғана қорыққаннан істейді. Еркеліктен бе білмеймін. Бұл қашан кетеді дейді Талғар қаласынан. Өте орынды сұрақ. Бұл жыланат дегенде баланы дұрыс жұмсаудың да әдісі бар ғой өзінің ше. Ата-аналар
басынан бастап дұрыс жасамаса, ол дальше солай кете береді, жалғаса береді. Сол жерден системаны сол жерден тоқтатып, ата-ана басқа жолмен жүріп көру керек те. Бір жолмен жүре берді, демек одан результат жоқ. Балада керісінше кері кетіп бара жатыр. Одан сайын қырсығады. Қанша ұрысқанмен ұрыссаң да бәрібір жүгіріп барып істей қоймайды шын көңілімен. Оған басқа жолмен баланың күйіне байланысты, жасына, жас ерекшелігіне байланысты оған басқа жолмен тіл табысып көру керек. Баланы оған не себептен бармайды? Оның себебі әртүрлі болуы мүмкін. Анасы дұрыс жұмсамағандықтан. Немесе бала өзінің ісімен сол кезде занят болып тұру мүмкін де, өзіне қызықты шаруамен айналысып жатқан болуы мүмкін. Баланы негізі қарым-қатынас деген ол екі жақты нәрседе, ал ата-аналар ол тек қана өзін тыңдаса екен дейді. Бала мені ғана тыңдаса екен, менің ғана айтқанын жасаса екен деп ойлайды. Ал сол кезде баласының ойына, оның көзқарасына мүлдем қызықпай жатады. Осы себептен балада ішінде реніш, ата-анасына деген ол бала айта алмайды ғой. Неге ренжігенін айта алмайды. Оған внимание жетпегенін айта алмайды. Ата-анасы дұрыс жұмсамағанын білмейді ол. Просто оған дұрыс емес болып тұр да қарым-қатынас. Осы арадан тағы да телефон қоңырауын қосып жіберейік. Қайырлы күн, саламатсыз ба сіз? Тікелей эфирдесіз. Амансыз. Соңғысы естіп өте керемет нәрсе айтып жатсыздар, өте аналарға қажет нәрсе. Рахмет. Менің қызым бар, 5 баланың анасымын. Бәрекелді. Үлкен қызым өте қалай айтсам болады. Мінез десе мінез емес, характері өте өзгеріп жүр. Жасы нешеде? Bir ay болды. Жасы қаншада екен қызыңыздың? Мен ауылдан көшіп қалаға. Енді қызым мектепке барып, өте маған қарсы шығатын болды. Жасы қаншада екен қызыңыздың? Жасым қызым 10 класқа қойды, 2007 жылда 15 жасар қыз. Қазір осыны тыңдап отырмын. Может, менің қателігім шығар деймін. Азында кетен кешке келемін, қазір күн қой. Қызымның характері өте қарсы шығып жүр. Соны қалай тәрбиелесем болады? Атасына да қарсы шығатын болды. Өте жақсы, өте үлкен алаңдаушылық тудырып отырғаныңызға өте қуаныштымыз. Өйткені мынау расында да бір айдың ішінде мінезі өзгеру деген оның өмірінде, жеке өмірінде бір үлкен өзгерістер бар болып жатқаннан хабар сияқты, және де бір тағы да телефон қоңырауы бар сияқты қабылдап үлгерейін. Менің қызым жаңағы 11-де бітірген қызым ұбт-ға барғаннан кейін, тестілеуге барғаннан кейін сәл андай ашуланшақ болып қалды. Сәл қатты сөйлемесе уже айқара өзің андай ашуланып кетеді. Жақсы, біз түсіндік. Қыз бала екеуінде де қыз баласының тәрбиесінде жаңағы 10 сынып дейді, ұбыту дейді, мысалға сәл мінездеріндегі өзгерістер жайында айтып көрсеңіздер. Жаңа бірінші сұрақ 8. Екеуі бірдей болып тұр. Екеуі бірдей. Негізі баланың бірден мінезінің өзгеруін біз ата-ананың бір қателігі, баласы қай кезде өзгере бастайды, сол кезде көңіл аудара бастайды. Уже бала оған внимание жетпейтін әртүрлі қылықтармен, іс-әрекеттерінің мінез құлқындағы өзгерістермен ата-анасына білдіруге тырысады. Бірақ ата-анасы оған каким-то образом көңіл аудармайды. Әсіресе подростық жастағы балаларға сабағына барып келсе болды, сабағын жақсы оқыса болды, университетке күшті оқуға түссе болды дейміз. Осы кезде ата-ананың ең керек кезінде осы балалардың жасөспірім шақтағы кезеңінде ата-анасының қолдауы өте маңызды. Бұл кезде уже мәселе болып қойды ғой енді. ұбт-ға барғаннан мінез өзгерді, көшіп келуіне себеп болып тұр жаңа бірінші сұрақта. Көшіп келді, жаңа орта, ол балаға әрине стресс. Бұл кезде тек қана баласымен сөйлесу ғана арқылы тіл табыса алады да ата-анасы. Кемінде подростық балалармен аптасына кемінде ата-анасы 2 сағат жүзбе-жүз отырып сөйлесу керек. Кем дегенде 2 сағат. Бұны ол кезде баланың ішкі дүниесін, ішінде не болып жатыр, достармен не болып жатыр, барлығын білуге тырысу керек. Ата-ана барлығында назарда болу керек, ата-ананың назарында болу керек осы болып жатқан мәселелер.
Енді бұл жерде ата-аналарға берер кеңесім, баламен сөйлесіп көруге тырысыңыз. Бірақ ең маңыздысы балаға қолайлы уақыт табу керек. Бала спокойный, ешқандай нәрсеге ашуланып тұрған жоқ. Көңіл күйі жақсы кезде ғана сөйлесіп тұру керек. Және баланың жеке өмірінен басқа сіз өзіңіз туралы айта білу керек. Біз подросток балаларға айтпайды ата-анасы, бала қандай бала болды, бастан өткен хикаялары, қандай кезде оның көңіл күйі түсіп қалды, қандай кезінде ата-анасы ұрысты. Сонымен по душам отырып сөйлесе білу керек те баламен. Сол кезде подросток сізге ашыла бастайды. Сенің көпірін осы кезде жайлап орнатуға болады. 1 жастан бастап орнамаған көпірді ешқашан кеш емес, жаңа ата-ана мен кінәм шығар деп тұр ғой. Бұл мойындауда бұл мәселенің жартысының шешілгені дейді ғой. Сол себептен подросток баламен ашық сөйлесіп, онымен көбірек уақыт өткізген дұрыс. Негізі 14 жасқа дейін ғой негізі баланың тәрбиесі. 14-тен кейін ол уже жеке болмыс. Оны тек жаңағы сіз айтқандай, тек қадағалайсыз и ақылыңызды ғана айтасыз. Ары қарай ол мінезін көрсете ма? Тек енді 14 жас ары қарай жеке болмыс деген сол ғой, ары қарай өзінің ойы бар, пікірі бар, өмірге деген көзқарасы бар. Оның үстінде жаңағы переходной возраст қой, сол кезде кішкене шыдамдылық танытып, әке-шеше ашуға бермей, әйтеуір алдап солау керек. Жақсы. Және бір телефон қоңырауы бар екен, қандай керемет, бүгін сондай керемет белсенділік танытып жатсыздар. Сіз тікелей эфирдесіз, айта қойыңыз. Сәлеметсіз. Мен 2 қайным бар еді, мен олардың жеңгесі болған, біреуі 10 жаста, біреуі 12 жаста. Екеуінің соңғы уақытта мінездері өзгеріп кетті. Мамалары күнде жұмыста, мен ойлаймын, внимание жетіспей ма деп, екеуіне қатты алаңдаймын. Сабақ оқуға отырамыз, үшеуміз, бірақ та олар оқысы келмейді, ермес, жұмсасам да барғылары келмейді. Сондай жағдайда не істесем болады деп ойлаймын. Негізі бір айтарым, мен мысалы өзімнен не алайыншы, осы балаларымды тәрбиесіне қарай бір нәтиже көріп жатырмын да, неден нәтиже көріп жатырмын? Мен қазір көп қиссаларды оқып беріп жатырмын, аңыздарды айтып берем, кітапты алып оқып айтып берем. Басында бір-екі рет жай ғана былай өзім түсінігіммен айтып берген кезде жақсы қабылдап сөйтіп жүрді. Кітаппен ашып оқып берсем, кіші ұлым келіп қайсы деп көріп жатыр кітаптан, жазылғаны қалай деп көріп жатыр да, кітапта шынымен солай жазылған ба, жазылмаған ба. Мысалы бір қиссаны айтып кетейін. Мысалы Ибраим пайғамбарымыз осы өте бай, қуатты болған ғой, бай болған, сонда Аллаға айтады, Алла тағала мына байлықтың да сұрауы болады ғой, мынау неге сен соншама менде береке, байлық беріп қойғансыз дейді ғой енді Алламен. Сонда Алла айтады, Ибраим, сен нанның қоқымын, алдыңа түскен нанның қоқымын теріп тастамай, соны жейсің дейді. Нанның қоқымын тастамайсың. Мен берекені нанның қоқымына жасырғам деп. Осы қисса, бұндай қисса көп енді. Осыны айтқан кезде балаларым қазір нанның қоқымын тастамайды. Бүйтеді жаңағы былай жеп қояды. Ол печенье болсын, жаңағы қайсы болсын, жаңағы күріштің де өзінің қиссасы бар. Рәсуа қылмайды. Сол мына Бауыржан Момышұлы, Қаныш Сәтбаев атамыз, Әлихан Бөкейхан ағамыз, атамыз, сол кісілердің барлығы қисса, аңыз естіп өскен екен. Бауыржан Момышұлы атамыз, мысалы, батыр, өте мінезді деп сипаттаймыз ғой, мысалы. Ал негізі ол кісінің айтатыны, менің ұстазым дейді, өзімнің анам дейді. Анамның айтқан қиссалары, анамның айтқан аңыздарын мен өсіп, содан мен осы не алған кезде содан көп тәрбие сол қиссадан алдым деп жазғаны бар. Сондықтан осы жерде сөзіңізді бөлейін. Психологияда да ертегі терапиясы деген болады. Балаға нені айта алмайсың, нені жеткізе алмайсың, балаң қандай болғың келеді. Солай кітаптан бар болса кітаптан ертегі оқып бер, не болмаса өзіңмен ойың арқылы, фантазияңмен, эмоцияңды қосып балаға жеткізсең, сенің мынандай оққан мораліңнан бала сол ертегін жақсырақ қабылдайды. Ойнасын. Жаңағы керемет телефон қоңырауы болды. Енді ана келіннің
қайныларына қатты жаны ашып тұрғаны, бұл өте үлкен, бұл бұндай жағдай қазақтың келіндерінде ғана болады. Бұл да болса мақтанарлық жағдай. Анасы күндіз түні жұмыста деп айтып қалып жатыр да, анасы емес, келіні, яғни өзінің қайныларының мінезінің өзгерінде өткен бір нені байқап жатыр да, соған жүрек ауырып жатыр. Осы жөнде не дейсіз? Бұны енді жеңгесі ретінде сұрап тұр ғой, бірақ балаға ең керек ата-ананың көңілі. Ата-ана беретін вниманиені ол жеңгесі болсын, ата, апасы болсын, оны ешкім бере алмайды, ол байланысты. Сен қанша жерден оны внимание беріп тұр, тәрбиелеп тұр, оны ата-анасынан артық ешкім бере алмайды. Бірақ баланы тіл табысуға болады да, кез келген баламен. Ол яғни ата-анасының арасында қыл көпір болуға, кәдімгі көпір болып, оларға ақыл кеңесін айтып, ата-анасын сыйлатуда жеңгесінің айтуға хақы бар. Дейміз да, телефон қоңырауын қабылдап жіберейік. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ма? Саламатсыз ба? Менің есімім Жанат. Машалла. Мен осы бағдарламаны жиі көрем. Бұл бағдарлама өте маған ұнайды. Рахмет, көке. Мен сіздерден қоятын сұрағым, менің өзімнің қызым бар еді. 13 жаста, қазір 7 сынып оқиды. Біз басында ауылда оқыған, осы ауылда тұратын едік та, ауылда оқығанбыз. Кейін бір жағдайлармен қалаға көшіп, қалаға жібердім. Қалада оқыды. Енді бұл қызымды қайтып ауылға әкеліп оқытайын десем, қарсы, мама мен оқығым келмейді, оқығым келмейді. Алло. Мен қорқатыным, қалада не көп жаман нелер бар, енді тем более переходный возраст, жаңағыдай жаман нәрсеге негізіп кете ма деп бір жағынан өзімнің көзімнің алдында жүргенін қалаймын. Бірақ соны енді қайтарып алуға қандай кеңес бересіздер? Былай да айттым, мама мен оқығым келмейді дейді, болды, басқа ештеңе айтпайды. Ақылмен де айттым, ренжіп те айттым, білмеймін енді қалай. Жақсы, рахмет сізге, Алла разы болсын. Қазір сұрағыңызға жауап беріп көрейік. Психологияда я сообщение деген әдіс бар. Бұны балаға өзінің қалауыңды айту керек. Сен ауылға барып оқышы, сен ауылға барып оқығанды қалаймын деп емес, қызым, мен сені жақсы көремін, сен менің қасымда болғаныңды қалаймын деп дружеский тонмен айту керек те балаға бірінші. Сен шынымен жаның ашып тұрған білдіру керек. Біз баламен қарым-қатынаста, әсіресе кішкентай баламен қарым-қатынаста көзін көзбе көз тұру керек. Сен көп киноларда байқасақ, тізерлеп тұрып сөйлеседі ғой баламен. Сол себепті баламен физикалық қатынас болу керек. Бір мәселені, маңызды мәселені айтар кезде. Және баланы былайынан ұстап тұрып айту балаға ақпаратты қабылдауына жақсырақ. Және құшақтап жылуыңды беру арқылы. Әрине, жақсырақ әсер ете алады. Бала іште жатқан кезде деп айтайықшы, анасы былай ішінен сипайды ғой, сол кезде баланың артынан сипайды. Бала сол кезде өзін барынша қауіпсіз, барынша сүйікті, сондай единственный бала сезінеді, анасының махаббатын барынша сезінеді сол кезде. Бұл құшақтауды біз бала дүниеге келгеннен кейін де, тіпті қазіргі сәтте де ересек адамдар бұны қажет етеді. Өйткені оның табиғаты сондай. Ол сол арқылы сезді жылулықты. Ол адам ересек күйінде де сол жылулықты қажет етеді. Сондықтан баланы жиі артынан сипап тұру, жиі құшақтап тұру, ол анасының сөзін, ақпаратты жақсырақ қабылдауына көмек болады. Хош, жақсы делік. Ал енді ана өзінің баласына құрсақта жатқаннан бастап өзінің жылуын сезіндіреді. Ал енді құрсақта жатқан балаға әкесін таныстыру, табыстыру, әкесіне деген құрметті қалай сезіндіруге болады? Сол құрсақтан бастап. Құрсақтан бастап бала дауыстарды естиді. Әкесінің не айтып тұрған толық естілмесе де тембр дейді ғой, сондай дауысты естиді. Анасының қолының температурасы басқа болады ғой, әкесіндікі басқа болады. Ол бала туылғаннан кейін де ол оны сезе бастайды. Әрине, сөйлесу арқылы, естірту арқылы, құлағына құя берсең, бір тонмен айтасың ғой, мен сені жақсы көрем балам, сені күтіп жүрмін дегенді бала уже тембрін есте сақтайды да. Туылғаннан кейін де, сәл өскеннен кейін де сол тембр. Баяғы аталарымызға, апаларымызға қалай туды екен. Жақсы көрем. Қашан оны
9 ай. Әкелеріміз, әжелеріміздің қарны сипап жатпаған дейсің. Көргенде жоқ шығар сол. Бірақ әкесін тәрбиелеп өсірген деп сөзіңнің жөні бар. Телефон қоңырауда бар екен, қабылдап үлгерейік. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен де сырласайық бағдарламасын қарап отырып, баспайын қарайтын бір несімін, көрермені. Өте қуаныштымыз. Мен айтқым келгені бір алдап бір кеңесім, тоже жас келіндерге, жас балаларды тәрбиелеп отырғандарға айтқым келгені. Мен өзімнің басымнан өткенде айтайын, біреудікі емес. Менің қызым өскенде, өзі бой жетіп, өзі семья құрып, өзі балалы болған кезде, бір отырып әңгіме айтқан кезде маған дейді, мама сен деген бұрын мені жұмсағанда приказ беріп, сондай тонмен жұмсайтын едің, сен неге сол кезде былай етпедің, сен неге сол кезде былай етпедің деп жаңағы күрес маған деген. Ауылдық жерге қайнатамның қолына қыдап барады еді, каникул кезде. Сол кезде қайнатам өзі мұғалім, оны былай жұмсайды екен. Қызым нәзіртесе мұнасын істепті, үйді жинаршы жақсылап тұрып тұрген. Қазір екеуміз сосын деген жақсылап тұрып шай ішеміз, мен қазір шай әзірлей берейін. Қызымды сөйтіп алдап жұмсайды екен да. Мен үйге келгенде маған жаңа анам істеп келгендерін өзінше маған көмектескісі келіп, кафе екінші, үшінші класс оқитын кезде кафе жуам дейді, пол жуам дейді, айтып қойшы шайтіпте әртүр деп жаңағыдай не етедім ғой. Сонда жаңағы жоқ, мен маған істетеді апам деген, сен неге олай істетпейсің деп қалыптасып үйренесіз менімен деген. Қазір енді өзінің төрт баласы бар, солай алдап жұмсайды. Бұрын өзінің менің қайнатамнан үйренгенді, сізді балаларында қолданады. Қызымның жасы 28-де, қазір төрт баласы бар. Жаңағы осы сіздің передачаңызды қарап отырып, мен деген кәдімгі келінімде қалып отырмын. Сол мына жас жаңағы мамаларға айтқым келгені, баланы шынымен де жайлап жаңағы достық қатынасты алдап жұмсау керек екен. Соны білдім, андай приказын сонымен жұмсамау керек екен. Мен енді қазір үлкен әжемнің әже болып отырған жастамын. Сол айтайын дегенім. Жақсы, рахмет сізге. Қандай керемет. Тура біздің психолог маманның айтып отырған ата-ананың өзін ұстау мәдениетін бұл кісі өмірде оның дұрыс екенін айғақтап отыр, иә? Бізде тағы да телефон қоңырау бар екен. Ой, кешірім өтінем, WhatsApp желісіне сұрақтар көп келген екен, соны оқып үлгерейін. Ассаламу алейкум, баланы ұрыспай ұрмай қалай тілді алғыш бала тәрбиелеуге болады? Алматы қаласынан. Саламатсыздар ма? Жақсы тақырып. Менің өтінішім, қазіргі таңда қоғамда ата-ана бала тыныш отырса деп, кіші кезінде балаға ұялы телефон беріп қояды. Өскенде тыңдамайды, бастысы зиян. Осы бойынша айтсаңыздар. Рахмет дейді Шымқаладан. Дейді Жәке дейді. Саламатсыз ба, ұлым 3-те, қызым 2-ге келеді. Екеу төбелесіп қала береді. Оларға қалай үйретуге болады ұрыспай? Мен негізгі балаға мүлдем ұрыспайтынмын, бірақ соңғы уақытта шыдай алмай барам. Ұлым өте гиперактивный. Қалай істеуге болады? Балабақшаға берген дұрыс па дейді. Негізі екі баланың арасында конфликт болып қалса, оны өздері шешкен дұрыс. Ал егер мүлдем екеуі болмай бара жатса ғана ата-ана араласуға тура келеді. Бірақ сен оңбағансың, сен де оңбағансың деп екеуіне де ұрысып тастап емес, екеуінің де ойын тыңдау керек. Саған тиісті бауырың, не істедің, не болды деп. Қазір сен де тыңдайын деп, екеуін де тыңдау керек те. Мәселені екеуі өздері шешу керек. Саған жақсы болу үшін не істей алам? Саған жақсы болу үшін не істей алам деп. Балалар осы кезде кішкене 3 жастан асқан балалар өздерінің ойларын айта бастайды. Мен ана ойыншықпен ойнағым келеді, мен ананы бергім келмейді деген сияқты өздерінің ойларын айта бастайды да, варианттарын. Сол кезде мәселені шешу әлде қайда жеңілірек болады. Сіз Бұны да мен қиссамен жаңағы айтып жеткізе салуға болады. Менде ұлдарым бар, енді арасында кішкене неғып қалады. Сонда мен айтамын, мына Асан мен Үсен деген екі ағайынды болады, жаңағы байдың малын бағады, сосын өздерінің еншісін алып бөлек шығады. Бай жаңағы бір сиырын беріп, жаңағы екеуі бөлек шығады. Сол кезде жаңағы үйлерін тақылдатып, оны өздеріңіз білесіздер ғой, бірақ айтып кетейінші, Қызыр ата, есікті ашса Қызыр ата екен. Қызыр ата, мен үйлеріңе жаңағы қонақ болып келдім деп жаңағы төлетейін деген кезде жоқ. Қызыр ата, рахмет сізге, ана жақта бір ауылда бір кісілер бар, сол кісілер
іздеп жүрген шығар сол үйге барыңыз бізге деп. Сонда тағы да енді отыра берген кезде, есік тақылдатқан кезде бақыт келеді. Бақыт келген кезде бақытқа да айтады, жоқ, рахмет, ана жақта басқа үй. Одан кейін байлық келеді. Ой, рахмет, ана жақта мен баймын деп жүрген, аффирмация айтып жүрген кісілер көп, сол үйге барыңыз дейді. Сосын бір кезде ынтымақ келеді. Ынтымақ келген кезде, міне ынтымақ, бізге ынтымақ керек, ынтымақ келіңіз, төрлетіңіз деп отырғызып жаңа не қылған кезде, тағы есік тақылдатқан кезде жаңа қызыр ата, байлық, жаңағы бақыт бәрі келіп тұр дейді. Соны жаңа балаларыма айтсам, соған мәссаған деп екеуі жаңағы ынтымақ. Сол үшін бауырлар деген ынтымақ болу керек. Ынтымақ болған кезде бәрі болады. Байлық та келеді, жаңағы бақыт та келеді деп, осы бір қиссамен-ақ жаңа өзіңіз айтқандай мораль айтпай түсіндіре салуға болады. Бәрекелді. Біздің эфиріміз өте қызықты болды. Негізінде бұл тақырып бәріне өте қажет екенін біз тағы да бір мәрте көзімізді жеткіздік. Эфиріміздің аяқтауына 2 минут қалған екен. Енді бір 30 секундтан сіздер осы бүгінгі ойларыңызды, тұшымды тұстарын тағы да бір қайталап өтсеңіздер. Жалпы мен айтарым жас қыздарға, жас келіндерге асықпаңыздар, жұмыс істеймін деп баланы жайына қалдырып, үйден шығуға асықпаңыздар деп ақыл айтамын. Себебі сіз үлкен жұмыс, ол жұмыстан да жақсы жұмыс жасап жатсыз, үйде бала тәрбиесімен айналысып жатсыз. Ол ертең сіздің жемісіңіз, ертең капиталыңыз. Сондықтан жастарға айтарым ақыл осы. Бала деген бір гауһар тас секілді ғой. Оған ата-анасы зергер болу керек, әдемі ою салу үшін. Сәл артық қимыл гауһар тастың өзінің құнын жоғалтуы мүмкін де. Сол үшін бірінші ата-анасы өзінің шеберлігін арттыру керек, өзінің білімін арттыру керек, өзін тәрбиелеу керек. Сонда ғана бала үшін қатты бір мәселелер арада болмайды. Және мықты гений, мықты лидер балалар осындай өзін тәрбиелейтін ата-аналардан шығады. Жақсы. Қадірлі біздің телекөрермендеріміз WhatsApp желісіне келген сұрақтарды толық қамти алмай қалдық, бірақ міндетті түрде алдағы бағдарламалардың бірінде оның бәрін елеп ескеретін боламыз. Сіздерге кері байланыс үшін рахметімізді айта отырып, бүгінгі бағдарламамызды тамамдайық. Ел болам десең бесігіңді түзе дейді дана халқымыз. Бесігімізде жатқан балапанымыз текті болсын десеңіз, оның анасын дұрыс таңдаңыз. Тектіден қыз алыңыз. Бар мәселе осында шығар. Тек жақсылық болсын, шаңырағымыз шаттыққа толы болсын. Аман болайық, келесі эфирде жүздескенше.